Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен жаңа бөлім табиғат физикасын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай денелер жарық өткізеді. Бүгінгі сабақта сіздер мөлдірлік деген не екенін білесіңдер, қандай денелер жарық өткізетінін білесіңдер. Бүгінгі тірек сөз өткізу. Келесі суреттерге назар аударайық. Стақандарды, сұйықтықтарды салыстыр. Бірінші стақан арқылы басқа заттарды көруге бола ма? Бірінші стақанда сіздерге сүт берілген. Осы сүттің ішіне бір затты салсақ, одан біз ол затты көре аламыз ба? Екінші стақан арқылы, екінші стақанда су берілген. Қайсынан біз басқа заттарды көре аламыз? Және неліктен? Әрине, стақандағы судан біз басқа затты көре аламыз. Өйткені су мөлдір және стақанда мөлдір болғандықтан біз оның ішіндегі заттарды көре аламыз. Келесі сурет бойынша сіздердің алдарыңызда 3 ыдыс берілген. Мына ыдыстардың қайсысын мөлдір деп атауға болады? Неліктен? Әрине, екінші ыдыс стақанды біз мөлдір деуге болады. Өйткені біз оның ар жағындағы ішіндегі заттарды көре аламыз. Ал қалған екі ыдыс арқылы олар мөлдір емес, сондықтан біз ол ішіндегі заттарды көре алмаймыз. Мөлдір дегеніміз не? Мөлдір дене жарықты өткізеді, ал мөлдір емес заттар дене жарықты өткізбейді. Мысалы, стақан арқылы жарық оңай өтеді, ал қалған бірінші, үшінші ыдыстар олар жарықты өткізбейді, себебі олар мөлдір емес. Келесі оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы мына суретке назар аударайық. Сыныптағы мөлдір заттарды тап. Оларды қалай анықтадың? Немесе үйдегі мөлдір заттарды тап. Оларды не арқылы сіздер мөлдір екенін анықтадыңдар? Есте сақтаймыз, мөлдір заттар арқылы басқа нысандарды көруге болады. Мысалы, жаңағы стақанды алып біз ар жағына қарасақ, кез келген затты көре аламыз. Бұл заттың мөлдір екенін білдіреді. Келесі түрлі түсті сусындар. Қандай ерітінді жарықты көбірек өткізеді? Қайсысы азырақ өткізеді? Неліктен? Себебін түсіндір. Жаңа айттық, стақан мөлдір болғандықтан ол жарықты өткізеді. Ал осының ішінде 3 түрлі сұйықтық берілген. Біріншінде су, екінші, үшінші суретте бояумен боялған. Осы 3 суреттің қайсысы жарықты жақсы өткізеді? Осыны ойланып көрейік. Ойлан. Ауа райы ашық кезде алыстан заттар ашық көрінеді. Ал тұман кезінде неліктен айналаны көруіміз нашарлайды? Себебі тұман мөлдірлікті және жарықты жауып тұрады. Сондықтан біз алдымыздағы затты, айналамыз заттарды көруіміз әлсірейді. Ал сен білесің бе, теңіздерде жартылай мөлдір денелі жануарлар мекендейді. Мысалы, суреттегі медузалар. Олардың денелері жартылай судан тұрады. Сондықтан олардың денелері мөлдір және жарықты жақсы өткізеді. Сонымен бүгінгі сабақта біз мөлдірлік деген не екенін білдік, қандай денелердің жарық өткізетінін білдік. Яғни, мөлдір заттар арқылы біз басқа заттарды көре аламыз. Және ол мөлдір заттар міндетті түрде жарықты өткізеді. Мөлдір емес заттар жарықты нашар өткізеді. Бүгінгі сабаққа өзіңізді бағалап жіберіңіздер. Сабақ барлығы түсінікті болса, жұлдызшаны белгілейсіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, ортасындағы сандарды белгілесе, егер мүлде түсініксіз болса, бірінші, екінші сандарды таңдайсыздар.
осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.